Ассаламуғалейкум, құрметті отандастар. Біздің естеріңізде болса, осы уақытқа дейін біздер бизнес сауал деген жобаны бастағанымызды айтып өттік. Соның жалғасы ретінде қазір біз сіздерден келген сұрақтардың бірнешеуіне жауап беріп үлгерсек, бірнешеуіне жауап беруге тырысамыз. Сыймай қалған сұрақтарды келесі видео жазбаға қалдырдық. Сіздерге айтатын болсам, сіздердің әрқайсыңыздың қойған дұрыс сұрақтарыңыз ол басқаларға да өте пайдасын береді. Өйткені жақсы қойылған сұрақ жауаптың жартысы деп айтады. Енді мен өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Жеңіс Есенкелдин. Мен қаржылық сауаттылық бойынша және кәсіпкерлікті сананы дамыту бойынша эксперт боламын. Менің ұстазым, осы уақытқа дейінгі ұстаздарымның ең үлкені, ең маңыздысы мен үшін ол Сайтмұрат Давлатов болып табылады. Енді мен сіздерге айтатын болсам, мен ешқашанда ешкімнен өзімді ақылдырақ санамаймын және мен ешкімге ақыл айтпаймын. Мен бар болғаны адамдарға кеңес беремін және ойларына тек қана ой қосамын. Сондықтан да бүгінгі алған қандай да болса бір жауаптарыңызды сіздердің ойларыңызға қосқан бір ой деп қабылдасаңыздар дұрыс болады. Енді бізден келген сұрақтар бар екен. Мен сол сұрақтарға тек қана сұрақ берушінің қай қалада тұратынын және атын ғана айтып кетемін. Өйткені кейбір адамдар өздерінің сұрақтарының анонимді түрде болуын қалауы мүмкін. Кейбіреулері ол сұрақты қойған адамның адресін кім екенін білмегенін қалауы мүмкін. Сондықтан да нейтралды түрде атын айтсақ жеткілікті деп ойлаймын. Енді міне бүгінгі біздің бизнес сауал жобасының бірінші сұрағы Қалыбек ұлы Дастан деген жігіттің сұрағы екен. Ол сұрақ былай айтыпты: жалпы ақшаны дұрыс жарату және қандай бизнеске салсам болады дейді. Жалпы мен осы уақытқа дейін қаржылық сауаттылыққа байланысты сабақтарды беріп жүрмін, қаншама инструменттерді беріп жүрмін. Енді мен айтамын, қаржылық сауаттылыққа байланысты қандай да бір білім берілетін жерлер болатын болса, сол жерге барып білімдеріңізді ұштағаныңыз дұрыс болады. Өйткені біздің ата-бабамыздан ешқашанда қаржылық сауаттылыққа байланысты ешқандай білім берілген емес. Берілген болса да олар осы заманға сай емес, көнерген білімдер болып қалады. Өйткені қазір капитализм болғаннан кейін ақшаны табу емес проблема, оны сақтау және оны көбейту. Бізді байқалатын біздің тапқан ақшамыз емес, біздің сақтаған ақшамыз екен. Ақшаны дұрыс жарату деген сөз, оған байланысты арнайы жүйелер бар. Енді ақшаны сақтау және оны дұрыс пайдалану, оны көбейту деген сабақтарды қарасаңыз болады. Енді екінші сұрақ екен, қандай бизнеске салсам болады дейді. Қандай бизнеске салсам болады? Мен қазір сіздің бірінші сұрағыңызға, жалпы ақшаны дұрыс жарату және қандай бизнеске ақшаны дұрыс жаратуға байланысты бір 2 минуттың ішінде айта алмаймын. Мен қаласаңыз, ол турасында бір 10 минуттық жеке жауабымды берсем болады деп ойлаймын. Ал енді қандай бизнеске салсам болады дегеніңізге қарайтын болсақ, сіз өзіңіздің бойыңыздағы ең мықты қабілетті тауып, сондай қабілетіңізді дамытуға салғаныңыз жақсы болады біріншіден. Бірақ екіншіден көп адамдар өзінің мықты қабілеттерін таба алмай жүреді. Сондықтан да екінші тұсы бұның өзіңіз білетін саладан, мысалға сіз егер кафе саласын білетін болсаңыз, кафе саласына салғаныңыз жақсы болады. Енді мен көп адамдарға айтамын, қазір сіз кіріс қалайсыз ба, әлде бизнес қалайсыз ба деп. Бір адамдар бір нәрсемен айналысып жүреді және сол кірісті көбейту үшін тағы да бір екінші саламен айналысқысы келеді. Бірақ мен оған сұрақ қойғанымда, сізге ақшаның көлемін көбейту керек па, кірістің көлемін көбейту керек па, әлде сізге бизнестің түрін көбейту керек па дейтін болсақ, онда кіріс деп айтады. Кіріс деп айтқан адамдарға қазіргі айналысып жүрген нәрсеңіз егер сізге жақсы пайда алып келіп жататын болса, сол нәрсені былай айтқанда ұлғайту, масштабировать ету керек деп санаймын. Енді екінші сұрақ. Ассаламуғалейкум аға, жасым 22-де дейді, Атырау қаласынанмын дейді. Менің салам дейді, ағаштан бұйымдар жасау, яғни үйге қажетті стол, полка, тағы да басқа заттар жасаймын дейді.
пока өзім заказ алып жасап жүрмін дейді. Енді осыны қалай дамыту керек, қасыма кісі алу керек пе, не істесем болады дейді. Мықты бренд жасап дамытқым келеді дейді. Ең бірінші брендке байланысты, бренд деген сөз адамдарға сенім қалыптастыру жалпы. Мен айтайын, егер сіз Макдональдс деген компанияның сол жердің бургерін жеп көрген боларсыз мүмкін. Мүмкін сіздің әйеліңіз, мүмкін сіздің қарындасыңыз, мүмкін сіздің үйіңіздегі кез келген адам ол бургерді Макдональдстен да жақсы істеуі мүмкін, одан да жақсы дәмді қылып істеуі мүмкін. Бірақ сіз сатсаңыз, сізден ол нәрсені алмауы мүмкін адамдар. Не үшін? Өйткені танымалдылық, бренд деген нәрсе бар. Сондықтан да қандай да бір нәрсені ашатын болсаңыз, оған міндетті түрде бренд қалыптастыру керек. Бренд дегеніміз адамдарға сенім, партнерларға сенім, мемлекетке сенім, клиенттерге сенім деген сияқты барлық жағынан сенім қалыптастыру керек. Енді қараңыз, бұйымдар жасау, пока өзім заказ алып жасап жүрмін дейді. Бізде жоғарыда айтқан болатынбыз, жалданбалы жұмыс деген болады, және өзім істеймін деген болады. Үшіншісі бизнесмен, төртіншісі инвестор деп айтамыз. Егер сіз өзіңізбен өзіңіз осы нәрселерді істеп жүрген болатын болсаңыз, онда сіз әлі де кәсіпкер емессіз. Өйткені сіз өзіңізді өзіңіз жалдап алған адам болып есептелесіз. Ал егер сіз болашақта бай болуды, көбірек ақша табуды көздеген болатын болсаңыз, онда сіздің қасыңызға міндетті түрде команда керек. Бірақ команда деп отырғанымыз кез келген адам емес. Бір процесстерді қарайсыз да, өзіңіздің жұмысыңыздың процесстерін қарап, сол процесстердің ішіндегі қандай процесстерді кім ала алады, кімнің қолынан келеді сол нәрсе. Тек қана сол адамдарды алыңыз. Өйткені біз айттық қой, екі жарты болмау керек, екі жарты бір бүтін болу керек деп. Сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсені тапсыру керек адамдарға. Егер сіздің орныңызға біреу істей алатын болса, міндетті түрде ол адамды алмастыру керек. Егер сізден басқа ешкім істей алмайтын болатын болса, мысалға интеллект деген нәрсе болады. Білімге өзіңіздің біліміңіз бар, сіздің біліміңізді басқа ешкім білмейтін болуы мүмкін. Мысалға қандай да бір рецепт болуы мүмкін, сол рецепті сіз қандай да бір рецепті сіз дайындадыңыз, сізден басқа ешкім білмейтін болса, онда сіз сол нәрсемен айналысасыз. Ал стол жасау, полка жасау деген заттарды басқа бір адамдарға үйретіп, оларға тапсырса болады. Сондықтан да қасыңызға кісі алу керек. Кісі дегенде көмектесетін кісі емес, сізді толықтыратын кісі алу керек. Түсінікті ма? Жаңа бастап жатырмын, закон малого начала деп жасайтын жерімде кішкентай пак дейді. Әрине, әрбір нәрсе кішкентай нәрседен басталады. Бірақ бір нәрсе бар, то, что не расширяется, уменьшается дейді. Кез келген кеңеймейтін зат ол кішірейеді дейді. Сондықтан да кеңею деген нәрсе бар. Ол кеңеюге бару үшін адамда стратегия деген нәрсе болу керек. Кез келген бизнесте 3 жылдан кейін мен кім боламын, 3 жылдан кейін менің компаниям қандай болады деген нәрсені көз алдыңызға елестетіп, содан кейін барып, бір жылда сол өзімнің армандаған нәрсеме бір жылда қандай нәрсе әрекеттер жасаймын, екінші жылда қандай әрекет жасаймын, және бір айда қандай әрекет жасаймын, бір аптада қандай әрекет жасаймын, бір күнде қандай әрекет жасаймын деген сондай сізде сондай этаптар міндетті түрде жазылу керек. Енді үшінші сұрағымыз, үшінші адамның сұрағы. Ассалаумағалейкум, қалдыңыз қалай дейді? Есімім Жеңіс дейді. Жасым 32-де, Атырау қаласынан дейді. Мамандығым бухгалтер, аудитор, осы салада қызмет етемін. Бухгалтерлік қызметтен басқа қандай қызмет түрімен немесе кәсіппен айналысуға болады дейді. Қараңыз, сіз бухгалтерлік қызметті жақсы білетін болсаңыз, осы салада қандай адамдардың проблемасын шеше аласыз. Сол проблемаларды көбірек шешетін болсаңыз, көбірек табысты боласыз. Енді қараңыз, басқа қандай қызмет түрімен айналысу деген сөз, сіз бухгалтерлік іске байланысты болатын болса, онда сіз аудиторский компания ашуыңызға болады. Тек қана бухгалтерлікпен айналысатын, жанында мысалға налогпен, ИП ашумен айналысатын, сол саланың айналасына жақын нәрселер болады. Бір нәрсені айналысатын болса, мысалға нан сататын адам май сатады деген сияқты. Шалбар сататын адам носки сатады деген сияқты. Соған ұқсас, сонымен қатар алатын кәсіптердің көзін іздеген дұрыс болады. Ал егер бухгалтерлік саланы жасамаймын, басқа салада, мүлде басқа салада дамимын дейтін болсаңыз, онда сіз бір формула бар, миллионер формуласы деп айтады. Біздің өзіңді тап деген записьтің ішінде сол тренингте айтылды. Егер ол туралы мен сіздерге толық видеомен түсіндірген дұрыс болады, өйткені ол 1-2 минутта түсіндіру мүмкін емес. Сондықтан да міне сұрақтарға жауап беріп 10 минуттың ішінде жауап жаздық.
қалған сұрақтарды келесі видеодан күтіңіздер. Сау болыңыздар.